Қыздар, бүгін жаңа жылға әсемдеп жасалған патшубы салатын жасаймыз. Ол үшін біз картошкамызды, сәбізімізді, қызылшамызды, жұмыртқамызды асып аламыз. Алдымен тұздалған балығымызды, яғни селедкамызды ең астына жайып аламыз. Одан кейін сәбізімізді үккіштен әбден өткізіп, оны тегістеп алып, үстіне майонезімізді себеміз. Дәл осылай етіп сеуіп аламыз, қыздар. Одан кейін картопымызды үккіштен өткіземіз дәл солай етіп. Оны да тегістеп алып, майонезімізді себеміз. Кейін жұмыртқамызды өткізіп, 2 жұмыртқа жетеді, қыздар. Жұмыртқамызды өткізіп, оны да бір келкетіп жайып, үстіне майонезіміз сеуіп, тағы да бір қабат асылған картошкамызды үккіштен өткізіп аламыз. Оны да дәл солай етіп бір келкі қылып жайып алып, майонезіміз себеміз. Ең соңғы қатар ол қызылшамыз, оны молырақ істейміз. Бұл үшін бетпе-бет болу керек, жасалып жатқан ыдысымызбен бірдей. Қараңыздар, осындай салат дайын болады. Оны мен укроптан шырша жасадым, ал жүгеріден безендірулер жасадым кунжутпен. Қараңыздар, менде дәл осындай салат дайын болды. Өте оңай әрі әдемі. Қонақтарыңызға тарту етсеңіздер болады. Жаңа жылдық менің толық каналымнан көріңіздер.